Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, 5-те 18 есеп теңбе-теңдік орындалады етіп, бос орынды толтырыңыздар. Бірінші бізде мына жерде формула берілген екен, ашылып тұр. Бірінші мүше белгісіз, демек мынау 9а-ның 4 дәрежесінен қарайық. Сонда бізде ол қандай санның квадрат екенін анықтау керекпіз, иә? Енді 9 деген ол 3-тің квадраты, а-ның 4 дәрежесі деген жартысын аламыз, демек а-ның 2 дәрежесі деген сөз. Плюс 2b-ның b квадраттың квадраты екен. Енді ашып жазсақ, дәл осы тепе-теңдік орындалады, иә? 9а-ның 4 дәрежесі қосылған. 3-ке 2-ні көбейтеміз, 6, 6-ны 2 еселейміз формула бойынша, сонда 12 болады, иә? 12-ні жазып аламыз, және де мына өрнекті, екі өрнекті қосып жазып жібереміз. А квадрат b квадрат қосылған 2b квадраттың дәрежесі ол 4b-ның 4 дәрежесі болады екен. Келесі екінші есеп 15m қосылған белгісіз квадраты дегеніміз 225m квадрат плюс 12n куб m плюс 0,16n-ның 6 дәрежесі. Так, мына жерде бізде енді бірінші жеткі мүшесі 15m-ның квадраты ол бізде 225m квадрат өзі дайын тұр, иә? Енді екінші жеткі мүшесі ол 0,16n-ның 6 дәрежесі, иә? 0,16 деген ол 0,14-тің квадраты деген сөз, ал n-ның 6 дегеніміз ол n кубтың квадраты деген сөз. Жақсы, келесі үшінші есеп 3x квадрат минус 2,15y-тің квадраты дегеніміз 9x 4 дәреже минус, мына жерде не болады бізде? 2 еселенген 3x квадрат көбейтілген 2,15y плюс 2,15-тің квадраты ол 6,125y квадрат. Әрі қарай ықшамдайық. Сонда 2-ні 2,15-ке көбейтсек 5 болады, 5-ті 3-ке көбейтсек 15x квадрат y-ті жазамыз, е? Сонда 9x 4 дәреже минус 15x квадрат y плюс 6,125y квадрат. Төртінші есеп. Төртінші есепте бізде соңғы шеткі мүшесі жоқ екен, е? 3x 4 дәреже минус көбейтілген а-ның 6 дәрежесінің квадраты дегеніміз 9x 8 дәреже минус 12x 4a6 плюс мына бізде 4a12 болады, е? Жақсы, келесі есеп 5-те 19 теңдеу шешіңдер дейді. Енді мына жерде бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша квадратты ашу керек, е? Жақшаны ашу керек. Бірінші 4x квадрат минус, жақшаны ашайық бірден, жақшаға жасайық. Формула бойынша қалай болады? 2x-ің квадраты дегеніміз ол 4x квадрат минус 2x-ті бірге көбейтеміз. 2x-ің өзі болады, сосын оны 2 еселейміз, е? Сонда минус 4x-ті бірден жазамыз, плюс 1-дің квадраты 1, тең 15. Енді жақшаны ашайық, е? 4x квадрат, мынау минус, бізде жақшаны ашқан кезде барлық таңбаны қарама-қарсы таңбаға өзгертеді екен. Демек, мынау плюс 4x квадрат болса, ол минус 4x квадрат болып өзгереді. Минус 4x квадрат болады. Минус 4x ол керісінше плюс 4x болады. Плюс 1 керісінше минус 1 болады екен. Тең 15. Енді 4x квадрат пен 4x квадрат бізде жойылады. Себебі қарама-қарсы таңба, е? Бір-біріне азайтса 0 болып кетеді, ол жойылып кетеді. Бізде 4x-ің өзі қалды. Мынау минус 1-ді санның қасына жіберейік, плюс 1 қылдырып, е? Теңдіктің оң жағына ауысқанда ол қарама-қарсы таңбамен плюс 1 болып ауысады. Сонда 15-ке 1-ді қоссақ 16 болады, е? Бірден жазсайын. Енді x-ті табу үшін мынау теңдіктің мәнін 16-ны біз бірінші көбейткішке бөлу керекпіз міндетті түрде. Сонда 16-ны 4-ке бөлсек, x-тен 4 деген жауап шығады екен. Екінші есеп 9x квадрат минус 1. Мына жақшаны ашайық. 3x минус 2-ның квадраты дегеніміз 3x-ның квадраты ол 9x квадрат минус 3x-ті 2-ке көбейтеміз. 6x, 6x-ті 2 еселейміз. 12x плюс 2-ның квадраты 4, е? Енді теңдіктің сол жағына барлығын жинайық. Мынау теңдіктің оң жағындағы өрнекті сол жаққа ауыстырғанда бізде қарама-қарсы таңбаға ауысады. 9x квадрат минус 1 минус 9x квадрат плюс 12x минус 4 тең 0 болып ауысады.
9x квадрат пен минус 9x квадрат жойылады. Бізде 12x қалды. Және де минус 1-ден 4-ті азайтсақ, минус 5 тең 0. Минус 5-ті теңдіктің оң жағына жіберейік. Сонда 12x-тен 5, x-ті табу үшін 5-ті 12-ге бөлеміз. Келесі үшінші есеп. 3x плюс 1-дің квадратын ашайық. Сонда қалай болады бізде? 3x-дің квадраты ол 9x квадрат плюс 3x-ті 1-ге көбейтеміз. 3x-дің өзі шығады, оны 2 еселейміз. 6x болады. 1-дің квадраты плюс 1 болады жай ғана. Минус, мына жердегі минусты жақшаны бірінші жазылайық, иә? Содан кейін ғана ашайық. 3x-дің квадраты, 3x минус 1-дің квадратын ашып жатырмыз. 3x-дің квадраты ол бізде 9x квадрат минус 3x-ті 1-ге көбейтеміз. 3x-дің өзі шығады, 2 еселейміз, 6x болады. Плюс 1 тең 11x қосылған 1,2. Енді мына жақшаны ашайық. Сонда 9x квадрат плюс 6x плюс 1. Мынау бізде минустан бағана айтқандай барлық өрнекті қарама-қарсы таңбаға өзгертеді. Демек, плюс 9x квадрат бізде минус 9x квадрат, минус 6x бізде плюс 6x болады, плюс 1 бізде минус 1 болады, иә? Содан кейін мынау 11x пен 11x-ті теңдіктің сол жағына жіберейік, иә? Минус 11x тең 1,2. Енді мына 9x квадрат пен минус 9x квадрат жойылады. 6x-ті қосамыз 12x, 12x-тан 11x-ті азайтсақ 1x қалады. 1x, x 1-ді жазбай қойған, жай ғана x деп қалдырамыз. X-ің өзі қалады. Мына жерге қараңыздар. Плюс 1 мен минус 1 бір-бірін жояды, 0 қалады. Сонда бізде x-тен 1,2 деген жауап қана қалады екен. Тамаша, керемет есеп екен. Төртінші есеп. 5 қосылған 2y, екінші жақшада y минус 3 тең минус 2 еселенген y минус 1-дің квадраты тең 0 дейді. Жақсы, мына жерде біз бірінші екі жақшаны бір-біріне көбейтейік, иә? Қалай көбейтетін едік? Бірінші мынау бірінші жақшадағы 5-ті әрқайсына көбейтіп шығамыз. Одан кейін 2y-ті де екінші жақшадағы әр өрнекке көбейтіп шығамыз, иә? Сонда бізде 5-ті y-ға көбейтсек, 5y, 5-ті минус 3-ге көбейтсек, минус 15. Келесі 2y-ті, плюс 2y-ті на y-ға көбейтсек, плюс 2y квадрат болады, плюс 2y-ті минус 3-ге көбейтсек, минус 6y болады екен. Минус 2 еселенген, мына жақшаны ашайық. y минус 1-дің квадрат дегеніміз ол y квадрат минус y-ті 1-ге көбейтсек, y-дің өзі болады, 2 еселесек 2y болады. Плюс 1-дің квадраты 1 тең 0. Так, жақсы, мына жерде ықшамдайық. Қалай болады? 2y квадрат. Бірінші квадрат дәрежесін жазайық. Одан кейін 5y-тан 6y-ті азайтсақ бізде минус 1y болады. Минус 15. Минус, мынау 2 еселенген 2-ні барлық өрнекке көбейтіп шығамыз. Мына минусты ескеріңіздер еще. Сонда минус 2-ні y квадратқа көбейтсек, минус 2y квадрат. Минус 2-ні минус 2y-ға көбейтсек, плюс 4y. Минус 2-ні плюс 1-ге көбейтсек, минус 2 тең 0. Так, мына жерде 2y квадрат пен минус 2y квадрат жойылады. Әрі қарай минус 1y-ға 4y-ті қоссақ 3y, минус 15-тен 2-ні азайтсақ, минус 17 тең 0. Сонда 3y тең 17, y-ті табу үшін 17-ні 3-ге бөлеміз. Мына жерде енді бізде бұрыс бөлшек болып қалды, соны аралас санға айналдырайық. 17-ні 3-ге бөлсек, 3, 17-ның ішінде 5 рет бар, 5 бүтін. 3-ні өзін жазамыз бөліміне. Енді 5-ті 3-ге көбейтсек 15, 17-тен 15-ті азайтсақ 2 қалдық қалады екен. Соны мына бөлшектің алымына жазады екенбіз. Келесі 5-те 20-сын шешсек, теңдеудің түбірлерін табыңдар дейді. Тағы да теңдеу шығару керек. Біріншісі 16x көбейтілген 2 минус x қосылған 4x минус 5-тің квадраты тең 0. Мына 16x-ті жақшадағы әр өрнекке көбейтіп шығамыз. Сонда 32x минус 16x квадрат плюс, мына жерде бізде қалай болады? 4x-дің квадраты ол бізде 16x квадрат минус 4x-ті 5-ге көбейтеміз, 20x, 2 еселейміз, 40x.
плюс 5-тің квадраты 25 тең 0. Жақшаны ашайық енді. 32x минус 16x квадрат плюс болған кезде ештеңе өзгермейді. Өзін қайталап жазып шығамыз, е. Онда болатын болса, мен мына жердегі жақшаны бірден алып тастай салайын. Ештеңе өзгермейтін болса. Жақсы, енді минус 16x квадрат пен плюс 16x квадрат бізде жойылады. 32x-тан 40x-ті азайтсақ, минус 8x плюс 25 тең 0. Такс, енді мына 8x-ті 10 жаққа жібере салайық. Сонда плюс 8x болады, мына жақ 25 болады. X-ті табу үшін біз көбейткішті бөліміне жібереміз. Көбейтінің мәнін 25-ті алдына жібереміз. Так, мынау да бізде бұрыс бөлшек. 8 25-дің ішінде 3 рет қайталанады. Қалдық бізде 1 болады, сонда жауабы 3,8-ден 1. Немесе ондық бөлшекпен жасақ 3,1000-нан 125 болады. Екінші есеп 9 y-ті y плюс 6-ға көбейтеміз. Сонда 9y квадрат бірінші мынаған көбейтеміз. Одан кейін келесі 9y-ті плюс 6-ға көбейтсек 54y болады. Минус, жақшаны ашайық. 3y плюс 1-дің квадраты дегеніміз 9y квадрат плюс 6y плюс 1 тең минус 1 екен. Жақсы, енді мына жақшаны ашайық. 9y квадрат плюс 54y минус 9y квадрат минус 6y минус 1 тең минус 1. Қараңыздар, теңдіктің екі жағында бірдей сандар тұрса, оларды да осылай жойып жүруге болады екен, е. Ал қарама-қарсы таңба болса, және бір жақта жатса, оны да жойып жүруге болады. Себебі 0 болады. Так, 54y-тан 6y-ті азайтсақ, бізде 48y тең 0. Мына жақта ештеңе қалмады. Y-ті табу үшін енді 0-ді 48-ге бөлсек, 0-дің өзі шығады екен, е. Келесі үшінші есеп 0,5. Мына x минус 6-ның квадратын ашайық. Ол бізде x квадрат минус 12x плюс 36 плюс 2x-ті 8-ге көбейтеміз. 16x. Енді 2x-ті мынаған көбейтеміз. Сонда минус 2 мен 4 бізде қысқарады. Немесе 9 жазайық, жақсы. Тең 2 дейді. Мына көбейту, если что. Так, мынаны көбейтіп шығайық. 0,15-ті бәріне. Сонда не болады? 0,5 15x квадрат минус 6x плюс 18 плюс 16x минус. Қараңыздар, мына 2 мен 4 қысқарады бізде. Сонда бөлімінде 2, алымында 1 қалады. X-ті x-қа көбейтсек x квадрат болады. Енді 2-ден 1 x квадрат деп жазамыз. Тең 2. Қараңыздар, 0,15 x квадрат пен 2,1 x квадрат деген бірдей өрнек, е. Мынаны біз 0,15-ті 2-ден 1 деп жазсақ болады. Немесе керісінше 2-ден 1-ді 0,15 деп жазу болады, е. Қараңыздар, мына екеуі қарама-қарсы таңба, демек бұл екеуі жойылады. Так, минус 16x-қа плюс 16x қосамыз. 10x тең мына плюс 18-ді 2-нің қасына минус қып жібереміз. Сонда 2-ден 18-ді айтқан неше болады бізде? Минус 16 болады. X-ті табу үшін минус 16-ны 10-ға бөлеміз. Ол бізде минус 1,6 болады, е, ондық бөлшек. Төртінші есеп y плюс, жақшаны ашайық бірден. 5y-тің квадраты ол бізде 25y квадрат плюс 5y-ті 2-ке көбейтеміз. 10y, оны 2 еселейміз міндетті түрде. Сонда 20y плюс 4 тең 25-ті 2-ке көбейтеміз. Ол бізде 50, әрқайсына көбейтіп шыққанда, плюс 25y квадрат болады, е. Мына 25-ті 2-ке көбейттім, және 25-ті y квадратқа көбейттім. Жақсы, қараңыздар, бағана айтқандай, теңдіктің екі жағында бірдей таңбалы сандар тұрса, немесе өрнек тұрса, ол екеуін бөліп жүруге болады. Себебі мынау плюс 25-ді сол жаққа қарай аударсақ, минус 25y квадрат болып келеді. Ол екеуі бір-біріне қарама-қарсы таңба болып та, бәрібір жойып жүреді бір-бірін. Ондай артық әрекет жасамай, бірден жойып жіберейік, е. Мына жерде y-қа 20y қосқанда мына алдында 1 бар. Көрінбейтін, 1-ге 20-ны қосамыз, 21y тең мына плюс 4-ті 50-дің қасына минус 4-ке бар керек. Сонда 50-ден 4-ті азайтсақ 46 болады екен, е. Y-ті табу үшін 46-ны 21-ге бөлеміз.
Так, тағы да бұрыс бөлшек 21-46-ның ішінде 2 рет қайталанады. Демек, 21-ді 2-ге көбейтеміз 42, 46-тан 42-ні азайтсақ 4 болады екен. Жауап осылай шығады. Жақсы көріскенше сау болыңыздар. Видеоны лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар.